Ассалаумағалейкум, баршаңызға саламатсыздар ма? Бүгін бізде чат GPT-ге қатысты сабақ. Біз дәл қазір уақытта 95%, 99% адам бізде чат GPT-дің настройкаларын, чат GPT-дің функцияларын, чат GPT-дің байқанда өзін дұрыс емес қолданып жатыр. Сол чат GPT бізге қалай дұрыс максимально былайша айтқанда бізге беретін нәтижесін выжимать етіп, барынша көп ақпараттар үшін именно бізге контекстке сай етіп, біздің саламызға немесе өзімізге қатысты дұрыс қолдану үшін қандай функцияларды енгізу керекпіз, қандай настройкаларды жасау керекпіз және қалай дұрыс промпт жазу керекпіз және ол не соған қатысты ақпараттар қазір айтылатын болады осы сабақта, осы неде эфирде. Енді бізге оны бастамас бұрын сабақты біз сіздерге қысқаша айтып кетейін. Біздің өзіміздің каналымызға тіркеліп алыңыздар және колокольчикті басып қойыңыздар. Алда уақытта тоже біз көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырмыз. Сол үшін біздің каналымызды жоғалтып алмау үшін бізде астында тұрған Асыржан Қалмет деген каналға подписаться батырмасын ұмытпай басып алыңыздар. Одан кейін біз жәмелеп сабақты онда жалғастыра беремін. Енді қараңыз, бізде чат GPT-ге кіру үшін біз әрине бәріңіз білесіздер деген ойдамын. Егер білмейтін кісілер болатын болса, чат GPT-ге кіру үшін бізге Google Chromeға чат GPT деп жазамыз. Сол үшін бізге кәдімгі Google Chrome, міне алғаш чат GPT деп жазсаңыздар, сізге ең алғашқы болып ұсынатын болады мынандай форматта, яғни логотип осындай аппақ болады, басасыздар, все, сізді уже автоматты чат GPT кіргізіп жіберетін болады. Егер тіркелмеген болсаңыздар, сіздер бірден аяқта тіркелу деп шығады, яғни регистрация деп басатын болсаңыздар, өзіңіздің Google почталарыңызбен немесе басқа да почталарыңыз болатын болса, сол почталармен кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Егер телефон болатын болса, онда iPhone, бізде App Store бар, немесе Android болатын болса, бізде Google Play бар. Соның ішінен чат GPT деп жазатын болсаңыздар, телефонға скачать етіп алсаңыздар болады. Бірден айтайын, біздегі чат GPT негізінде тегін, яғни үш жарым деген версиясы бар. Осыдан шамамен 2 жыл бұрын уақытта 2 жыл бұрын шыққан. Ол версиясы бізде барлық адам қолдана алады. Оны тоже жақсы версиясы. Бірақ егер сізде артықшылық керек болатын болса, сіздерге мынандай үлкен документтермен жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда сіздерге ұсынатын чат GPT 4o деген версиясын сатып алған дұрыс болады. Яғни бұл кәдімгідей подпискамен болады, яғни айына 10 мың теңге төлейсіздер, бірақ сіздер зато үлкен жұмыстар атқара аласыздар. Бұнымен қандай, мысалы суреттер салдыра аласыздар, немесе там Google документ, точнее бір документтеріңізді салып, сол документтеріңізге анализ жасата аласыздар. Одан басқа көптеген жұмыстар жасай алады. Тоже өте функциялары өте керемет. Сол үшін 4-ші версиясын алуды ұсынамын. Егер де сіз көп қолданатын болсаңыз, яғни өзіңіздің жұмысыңызға қолданатын болсаңыз, тіпті сізге қажет болады. Сол себепті 4-ші версиясын алып алсаңыздар тоже жақсы. Яғни бұл алу үшін сіздерге қысқаша көрсеткен, мысалы сіздер кірдіңіздер, главный экранда тұрады. Главный экранда сізде осындай өзіңіздің аккаунтыңыздың белгісі тұрады. Мысалы менде Рахматулла деген аккаунтым, почтам, сол почтамды мына жерде белгіленген. Егер телефон болатын болса, көбінесе асты жақта белгіленеді, сол жақта асты жақта белгіленді. Сол аккаунтымды басқан кезде бізде абонент план деп шығады, немесе тарифы деп шығуы мүмкін, басқаша шығуы мүмкін. Бірақ жалпы осы тақырыптың аясында, яғни абонент план деп басатын болсам, мен қазір одан маған міне $20 плюс деген версиясын ұсынып тұр, немесе про деген $200 версиясын ұсынып тұр. Бірақ бізге про осы жаңадан ғана шыққан, шамамен бір 3-4 апта көлемінде, шамамен бір айдың көлемінде шыққан. Бұл бірақ пока что қажет емес. Бұл үлкен компанияларға қажетті, үлкен данныйлармен жұмыс жасайтын, мүлдем қателеспейтін деңгейде жұмыс жасайтын болса, онда ол про версиясын ұсынады. Бірақ про версиясы бізге қажет емес. Бізге қажеттісі 30 плюс деген версия. Егер әрине сіздің бағанағыдай мүмкіндігіңіз болып жатса, егер сіз көп жұмыс жасайтын болсаңыз, онда про версиясы артықшылығын өзіңіз бір қарап шықсаңыз болады. Хорошо, ладно, түсінікті. Енді про версиясы бар, тегін версиясы бар. Тегін версиясын тоже қолдана берсеңіздер болады. Енді қараңыздар, бізде про версиясында және тегін версиясында да бізде тоже главный настройкасын жасап алу керекпіз. ChatGPT бізде көбісінде главный настройкасын жасап алмайды. Ол үшін біз не істейміз? Біз аламыз да главный настройкасын жасау үшін ChatGPT-дің біз өзіміздің бағанағыдай аккаунтымыздың белгісіне басамыз. Басқаннан кейін мына жақта қараңыздар, мой GPT деген бар, и настроить чат GPT деген бар, и үстінде астында тағы да бір настройка деген бар. Осы настроить чат GPT деген кіретін болсақ, бізде ең маңызды екі тал настройкасы бар чат GPT-дің. Ол ең біріншісі пользовательские инструкции деген, екіншісі какой ответ вы бы хотели получить от чат GPT. Хорошо, бұл екіншісі қатты маңызды емес, но бірақ біріншісі бізде өте маңызды. Не үшін? Өйткені қараңыздар, бір жерде мен өзіме қатысты ақпараттар, өзіме қатысты ақпараттарды, өзіміздің компаниямызға қатысты ақпараттарды жазып қойсақ болады. Не үшін жазамыз? Өйткені ол кезде сіздің мысалы именно сіз сұрақ қойған кезде, қандай да бір кәсіби сұрақ қойсаңыз, немесе жеке сұрақ қойсаңыз да, именно сізге подстраивать етіп, яғни ответті, яғни сізге беретін жауапты подстраивать етіп беретін болады сізге. Яғни сіздің салаңызға келетіндей етіп, немесе сіздің осы уақытқа дейін тәжірибеңізге келетіндей етіп, немесе сіздің именно сізге былайша айтқанда тура сіздің қажет етіп, сізге қолдана алатындай етіп алып келіп беретін болады. Өйткені ол мысалы сіз осы уақытқа дейін чат GPT-мен қанша сөйлестіңіз, мысалы 1 ай, 2 ай, 3 ай, немесе жарты жыл сөйлескен болуыңыз мүмкін. Ол полный данныйлар ода сақталып жатады. Сол себепті ол сіз туралы біледі. Ал егер сіз осы жерге өзіңізде туралы ақпарат қалдыратын болсаңыз, өзіңіздің кімсіз, немен айналысасыз, жалпы қандай салада жақсы, сіздің хоббиіңіз қандай, бос уақытта тағы да бағанағыда немен айналысасыз, нені сүйесіз, нені ұнатпайсыз деген сияқты, жұмысыңыз қандай, жұмысыңызда қандай тәжірибеге иесіз, қанша жыл тәжірибеңіз бар, қандай жұмыстар атқарғансыз, қандай жалпы сондай сияқты бір андай өзіңізге жалпы кішігірім биографияңызды жазып қоятын болсаңыз, все, сізге сол жеткілікті болады. Мысалы біздің қысқаша қарап шықсаңыз болады. Мысалы мен енді менің атым Асыржан Қалмен дегенде, бұл жерде мен Рахматулла Мадихан, бірақ менің партнерім Асыржан Қалмен болғандықтан біз бір чат GPT-ді біз бірнеше адам қолдансақ болады. Яғни бағана айтқанда, мысалы біз платный тариф сатып аламыз 10 мың теңгеге,
бірақ біз зато бір адам емес, біз неше адам болып қолданып жүрміз, яғни үш төрт шамасында адам қолданып жүрміз. И зато жақсы. Мысалы менің атым Асылжан Қалмен, мен жасанды интеллект және контент автоматтандыру, чат-боттар сату және маркетинг салаларының маманымын деген сияқты жалпы өзімізге қатысты қысқаша ақпараттар бердік. Потом біздің мақсатымыз туралы айттық, қысқаша мақсатымыз қандай, одан басқа біздің қызығушылықтарымызды айтқан болатынбыз, қандай қызығушылықтарымыз бар, одан басқа нақты мынандай ұсыныс жасасаңыздар тоже болады, өте пайдалы болады сол кезде. Мысалы егер мен сұрақ қоятын болсам немесе кеңес сұрасам, нақты қадамдар немесе ұсыныстарды бер, олар маған нәтижеге жетуге көмектесуі керек. Менің тәжірибем, менің ағымдағы басымдықтарды ескеріп, жауаптарыңа барынша пайдалы және сәйкес болсын деген сияқты ақпарат берген болатын себебі бұл промпт деп аталады. Промпт дегеніміз инструкция, яғни біз любой заттың өзінің инструкциясы болады, иә. Мысалы камераның инструкциясы ол не, ол видео түсіру, телефонның инструкциясы ол деген телефонмен сөйлесу немесе басқа да қызметтерді атқару деген сияқты. Сол сияқты любой заттың инструкциясы болған себепті бізде тоже чат GPT-дің, жасанды интеллекттің өзінің инструкциясы бар. Бұл біздің чат GPT-ге беретін базовый настройкасы, базовый инструкциясы деп атасақ болады. Бұл ақпарат прямо жасап қойып, жазып қойып міндетті деп айта алмаймын, но егер жазатын болсаңыздар, уже сіздерге бұрынғыдан да жақсырақ ответтерді, не релевантный дейді ғой, релевантный ответ дейміз, және сізге туралап алып келіп беретін болады, яғни контекстке сай етіп алып келіп беретін болады. Екіншісі да хорошо, біріншісі түсінікті, пользовательские инструкция дегенге түсінікті. Пользовательский инструкция не үшін жасалынады, не үшін жазылу керек, оған қатысты ақпарат түсінікті. Келесі бізде какой ответ вы бы хотели получить от ChatGPT деген тоже толтырып қойсаңыздар болады. Қараңыздар, мына жерде мен өзім қысқа ғана жазып қойдым. Нақты және мазмұнды жауаптар, нақты сұраққа тікелей жауап беру керек. Маған анық әрі түсінікті ақпарат керек. Егер мен бір мәселе бойынша кеңес сұрасам, ол бірден іске асыруға болатындай етіп нақты қадамдар туралы ұсын деген сияқты жазған болатын. Сосын менің тәжірибем мен мақсаттарыма сәйкес, қосымша менің бұрынғы тәжірибем мен қазіргі қызығушылықтарымды ескеріп жауап берсең. Мысалы мен жасанды интеллект маркетинг және контент құру салаларында жұмыс істеймін, сондықтан осы тақырыптарға қатысты жауаптармен маған нақты әрі кәсіби болуыңды қалаймын деген сияқты. Кәдімгідей сіз өзіңіздің былай танысыңызбен сөйлесіп отқан сияқты, немесе өзіңіздің былайша айтқанда құрдасыңызға, немесе өзіңіздің жұмысшыңызға қалай тапсырма берсеңіз, тура сол сияқты қоластыңызға как будто бір жұмысшыңыз сияқты қарасаңыз, сондай форматта осындай нелеріңізді ұсынсаңыз, өзіңіздің мысалы промптыңызды жазсаңыз, яғни инструкция жазып берсеңіз, ол сол қалпында қатып қалады, сол қалпында жатталады. Бұл чат GPT-де база данных деп аталады, яғни база данных сияқты сақталып қалады. былайша айтқанда память деген зат бар, мысалы бізде телефонда, сол память сияқты ол сақталып қалады. Егер керек кезде ол осыған жүгінетін болады. Мысалы сіз қандай да сұрақ қоясыз өзіңіздің салаңызға немесе жұмысыңызға қатысты, сол кезде ол осы инструкцияға, яғни осы промптқа келеді де осының ішіне керек ақпараттарды алады. Егер бар болса осының ішіне ақпараттарды, сол ақпараттардың ішіне алып, яғни сіздің немесе сіздің жұмысыңызға қатысты ақпараттарды алып, соған қарай уже сізге жауап беретін болады. Получается, осы екі маңызды функцияны бізге қосып қойған дұрыс болады. Все түсінікті осыған қатысты. И включить для новых чатов деген жерге галочка қойсаңыздар, потом сохранить деп бассаңыздар болады. Енді мен сіздерге лайфхакпен бөлісейін. Егер де сіздер ерінетін болсаңыздар, мынаның бәрін ұзақ қой, бәрін жазып отырамын ба деген сияқты ой болатын болса, ең оңай жолы просто мынандай пользовательские инструкция деген затты көшіріп алсаңыз болады. Міне осылай скопировать етіп аласыз, осы жерге дейін скопировать етіп алғаннан кейін аласыз да отменить деп шығасыз, ең жаққа жаңадан чат ашасыз чат GPT-ге. И чат GPT-ге осыны бағана көшіріп алғанды аласыз да осы жерге қоясыздар, яғни скопировать ставить деген зат бар ғой бізде. И осы қазақша жаза берсеңіздер болады. Мен сияқты мен қазір былай жазамын, қараңыздар. Так, осы ақпаратқа қараңыздар, мен былай жаздым, қысқаша ғана жаздым. Давайте түсінбеген көрейік. Мысалы бағана пользовательский инструкция деген жердің бәрін көшіріп алдым да, жақша қаласай нақтырақ үшін осыны көшіріп алдым, чтобы бұны контекст беру үшін, яғни оған түсіну үшін мен не туралы айтқым келіп отырғанын. Сосын мен былай жаздым, осы ақпаратқа жауап ретінде осы уақытқа дейінгі екеуміздің сөйлескен диалогтарымызды анализ жасап, чат GPT-ге пользовательский настройка деген жерге арнап толық промпт жазып бер деп ұсынсаңыздар болады. И давайте нәтижесін көрейік, не деп жауап беретінін көрейік. Все жазды, түсінікті болды, уже түсінікті. Енді қараңыздар, бұл жерде мен не жаздым, не үшін бұлай жаздым мен. Қараңыздар, бағана мен сіздерге түсіндірдім ғой. Так, қазір бір қарап шығайық, нәтижесі не деп. Қарапайым. Қараңыздар, бағана біз пользовательский настройкасын жасап отырдық қой, біз мына жерде пользовательский настройка деген жер бар, настройка чат GPT деген жердің ішінде. Міне осыны толтыруды мен сіздерге айттым, түсіндім. Яғни бұны біз бағана қандай қолмен жазып отырмауымыз үшін, мен мысалы өзім қолмен жазған болдым, мен бұны өзін чат GPT-ге жасанды интеллекттің өзіне жаздырған болдым. Сіз егер де осы уақытқа дейін чат GPT-мен сөйлескен болсаңыз, бірнеше немесе осы уақытқа дейін бірнеше үлкен уақыт бойы сөйлескен болсаңыз, онда сіз осылай жаза аласыздар. Яғни бағана пользовательский настройканы скопировать етіп алсаңыз да болады, немесе скопировать етпесеңіз де болады. В принципе, ол сізді түсінуі керек чат GPT, и осылай жазатын болса, осындай промптты енгізесіздер. Осы ақпаратқа жауап ретінде осы уақытқа дейін екеуміздің сөйлескен диалогтарымызды анализ жасап, чат GPT-ге пользовательский настройка деген жерге арнап толық промпт жазып бер деп ұсынсаңыздар, уже сіздерге ол дәл осындай толыққанды промпт жазып беретін болады. Яғни осы промптты аласыз, не істеу керексіздер? Просто көшіріп аласыздар, толығын қараңыздар, прям толыққанды көшіріп алдым.
там скопировать етесіздер аласыздар и мына пользовательский настройка деген жерге қоясыздар. Егер кейбір жерлерін өзгерту керек болатын болса, мысалы кейбір ақпараттар ұнамай қалатын болса, кейбір ақпараттарды сәл басқаша өзгерту керек болатын болса, онда аласыздар да мына пользовательский настройка деген жерге кіресіздер, бағанағыдай настройка чат GPT, и осы жерге қоясыздар и бір өзгертіп аласыздар, бір қарап шығасыз, полностью өзгертіп шығасыздар осыны. Ана қойғаннан кейін. Так, мен пока қоймай ақ қояйын. Так, өйте. Так. Все. Дәл сол сияқты мысалы мынаған да тоже мынаны көшіріп алсаңыз болады. Мне какой ответ вы бы хотели получить от чат GPT деген жерде көшіріп аласыз да, и осыған қатысты өзің осы уақытқа дейінгі анализ жасап, диалогқа біздің екеуміздің диалогымызды анализ жасап, осыған промпт жазып бер дейтін болсаңыздар, тоже мына сияқты маған промпт жазып беретін болды. Вообще өте оңай. Поэтому в принципе осылай қолданыңыздар. Бұл ең алғашқы жалпы базовый настройкалар чат GPT-ге қатысты. Енді бізде екінші өте маңызды момент бар. Көбісі оны елемей жатады, көбісі сол үшін чат GPT-ден немесе жасанды интеллектті меңгермей жатады. Яғни былайша айтқанда жұмысын былайша айтқанда менсінбей жатады, даже былай айтсақ. Өйткені бұл не үшін? Өйткені промпт дұрыс жазбайды көп адамдар. Промпт дегеніміз не? Промпт бағана айтқандай қысқаша ол деген біздің инструкциямыз немесе біздің былайша айтқанда тапсырмамыз, жасанды интеллектке беретін біздің тапсырмамызды біз промпт деп атаймыз. Және бұл осы саладағы және жасанды интеллект саласында ең көп қолданылатын және алдағы уақытта біз көп қолданатын сабақтарымызда сөз, яғни термин промпт деп аталады. Промпт деген бағана айтқандай қысқаша ол инструкция және тапсырма, жасанды интеллектке арналған. Енді қараңыздар, біз көп жағдайда бізге жасанды интеллект немесе чат GPT неге бізге дұрыс біздің сұрағымызға дұрыс жауап бермей жатады, немесе бізді дұрыс түсінбей жатады? Өйткені біздің промптымыз көп жағдайда дұрыс емес болып жатады. Сол себепті бізге дұрыс емес жауап береді. Бағана иә, мысал ретінде келтірейін, давайте бір мысал келтірейік. Гүл сататын магазинге дейік, гүл сататын онлайн магазинге контент план жасап бер деп айтайық. Контент план жазып бер деп сұрақ қойып, көбісі осылай қолданады. Мысалы жасанды интеллект, чат GPT немесе одан басқа жасанды интеллектерге тура осылай қойылып қолданады. Бізде гүл сататын онлайн магазин арнап контент план жасап бер дейді. Хорошо, оның жауабын көрген жауап проблема жоқ, жауап береді, бірақ жауабы өте онша емес, мүлдем адам былайша айтқанда қызық емес. Байқаған қараңыздар, контент түрлері, ақпараттық посттар, гүлдердің пайдасы мен мағынасы, өнімді посттар 50% тәжірибе бөлісіп, қатты андай бір қолданымды емес та. Біз былайша айтқанда сіздің проблемаңызды былайша айтқанда 1%-ке де шешіп берген жоқ. Енді біз осы сұрақты максимально, яғни осындай тақырыпқа қатысты біз сұрақты қалай дұрыс қою керекпіз, қалай оған дұрыс промпт жазу керекпіз, ол үшін ең алдымен бізге не керек? Бізге былайша айтқанда оны контекстке енгізу керекпіз, яғни біз оған барынша көбірек ақпарат берекпіз. Бұл қысқаша айтқанда лайфхагы. Ол сіз өз қандай сұрақ қоясыз, сол салаға қатысты немесе өзіңізге қатысты немесе жұмысыңызға немесе қандай да бір салаға қатысты сұрақ қоятын болсаңыз, сол салаға қатысты көбірек ақпараттар беріңіз. Мысалға айтатын болсам, мысалы сіз дөңгелек сатумен айналысатын болсаңыз, нақтырақ айтыңыз. Яғни мен осындай Алматы қаласында дөңгелек сатумен айналысатын, яғни дөңгелек сату бизнесімен айналысамын, менің осынша жылдық тәжірибеміз бар, осыншадан астам клиентіміз бар, менің мақсатым осындай басқа елдерге немесе басқа мемлекеттерге шығу, не басқа мемлекеттерге былай айтқанда масштабироваться ету деген сияқты, сондай сияқты. И одан кейін уже соңында сұрағымызды қойыңыз. Яғни біз тупо былай айтқанда құры ақпарат береміз. Яғни мысалы мен машина сатамын, немесе мен товар сатамын, немесе мен услугамен айналысамын, SMM-мін, маған қалай там өсуге болады деген сияқты сұрақ қоя саламыз да. Бірақ ол сұрақ дұрыс емес. Бағана айтқандай бізге оған көбірек контекст беру керекпіз. Контекст емес, бағанағыдай біз оны былай айтқанда біздің темамызға, біздің тақырыбымызға көбірек кіргізу керекпіз. Сол кезде ол қаншалықты біз оны тамақ береміз, яғни тамақ беру деген бұл жерде қандай мағынада, біз оған қаншалықты өзімізге қатысты ақпараттар береміз, сондай деңгейде, яғни былайша айтқанда бордақылау дейді ғой, қаншалықты деңгейде оған көбірек жем береміз, көбірек оған ақпарат береміз, сондай деңгейде ол бізге жемісін беретін болады, сондай деңгейде бізге ол өзінің былай айтқанда нәтижесін шығаратын болады. Яғни көбірек ақпарат беру, көбірек контекстке енгізу, сол кезде бізді уже деңгейі, яғни оның жауап беру деңгейі соншалықты деңгейде жақсы болады. Мысалға енді дәл осы қатысты гүл сататын бизнеске қатысты енді былай жазайық. Так, мен Алматы қаласында орналасқан, үлкен например, Алматы қаласында орналасқан қараңыздар, дәл осыны мысалы мен уже промптты жаздым. Мен промпт негізі тағы да жаза берсем болады, бірақ жалпы промптты пока что қысқаша осылай жазуға тырыстым, бірақ осының өзі бізге жақсы жұмыс жасау керек. Давайте енді жіберіп көрейік осындай промптты. Енді қараңыздар, қазір біз алдыңғы промптпен осы промптты және осының алдыңғы промпттың нәтижесімен осы промпттың нәтижесін салыстыратын боламыз, қандай деңгейде жауап беретініне. Қараңыздар, все кетті. Так, тұрақты интермеңге шығысыңыз, мазмұны, гүлдердің идеялар, 5 секунд идеялар. Сценарий. Уақытын да алып кетті. Наркоз деген нақта. Все, қараңыздар, бізге уже бағанағы деңгей, мысалы бағана біз қайда қалды гүл сататын. Міне гүл сататын бизнеске қатысты идеямен мынаны салдым. Гүл сататын онлайн магазинге арнап контент план жазып бер дедік. Осының нәтижесімен енді мынаның нәтижесін салыстырыңыздар. Мен мына жерде бағанағы уже мынандай толық промпт бергеннен кейінгі нәтижесін салыстырыңыздар. Қараңыздар, все кетті. Түсінікті. Енді қараңыздар, мысалы бізде енді мынандай мәселе бар. Біз оған промпт жазамыз, сұрақ қоямыз, ең алғашқы нәтижесімен бізде жасанды
жалпы лайфхакты айтайын сіздерге. Ешқашан бірінші нәтижесімен, сізге бірінші берген жауабымен ешқашан қанағаттанбаңыз. Және бізде жасанды интеллект ол ең біріншісінде ең аз көп күш жұмсайды. Егер сіз оны қаншалықты, мысалы бір рет осындай промпт жаздыңыздар, бір рет сұрағыңызды қойдыңыздар жасанды интеллектке, яғни чат GPT-ге, одан кейін оны ары қарай тағы да күшейте беріңіздер, сол сұрағыңызды дамыта беріңіздер. Мысалы ол сізге жазып берді, хорошо, енді бізге жазып берді, мысалға бізге нақты сценарий жазылмаған видеоларға. Сол үшін біз оған нақты сценарийлер жазу үшін тағы да сұрақ қоямыз. Сол сияқты мысалы мен қазір сұрақ қоямын, ол жауап берді, одан кейін тағы да сұрақтарды нақтылап уже соңында мен ең идеальный нәтижесін аламын. Яғни біз примерно идеальный, прям сіз ойлағаннан да керемет нәтижеге алып келу үшін, сізде ойлағаннан керемет нәтиже алу үшін жасанды интеллект чат GPT-ден біз не істеу керекпіз? Біз в идеале 5-10 шақты сұрақ қою керекпіз. Яғни біз бірінші сұрағымызды қойдық, одан кейін тағы да ары қарай сұрағымызды дамытамыз, одан кейін тоже соответственно чат GPT өзінің нәтижесін тоже жақсартатын болады. Давайте енді былай жазып көрейік, мысалы жақсы, енді маған, ойбай, стоп, камера басып кетті. Так, ага, так. Міне қараңыз, енді біз былай жазайық, давайте. Жақсы, енді маған нақты инстаграм рилсқа арналған 5 сценарий жазып бер деп айтайық. Все, отправь деп басайық. Міне бірінші сұрағымды қойдым, жалпы идея бер, контент план ұсын дедім, маған контент план, жалпы идея ұсынған болатын. Одан кейін мен енді не жаздым, одан кейін мен жақсы, енді дегенше қате жазып қойыппын, бірақ соның өзі мені түсінді. Енді маған нақты инстаграм рилсқа арналған 5 сценарий жазып бердім. Біріншісі гүлдер қалай дайындалады деген сұрақ қойды, и осыған қатысты сценарий жазып бердім. Мақсаты клиенттерге гүл шоқтарын дайындау процесін көрсету. Өте күшті идея, өте керемет идея негізінде процесс. Мен бірінші кадр, екінші кадр, үшінші кадр деген сияқты түсіріп берген болатын. Потом сүйікті клиенттің эмоциясы. Жалпы осы сияқты маған түсіріп берген болатын. Енді давайте тағы да сұрақ қойдым, тағы да жазайық. Кадр дегенде алып таста, кадр деген сөздерді, кадр деген немесе бірнеше емес бір кадрмен түсіретіндей етіп қысқа емес роликке арнап сценарий жаз, бесеу деп айтайық. Енді тағы да жақсартайық. Міне күлісуге сәті все уже сценарийлер кетті, мен уже қысқа сценарийлер, ну қысқа емес, енді нормально ұзындау, но в принципе уже қолдансақ болады. Если что, біз тағы да егер мысалы мына сценарийлердің өзі ұнамайтын болса, тағы да біз жасақ болады, қазір промпт жасап, мысалы енді мына сценарийлерің әрине жақсы, бірақ бұны ұзату керек. Енді маған қысқа болып тұр әлі де, маған сол тағы да ұзат, тағы да ақпараттармен бөліс дейтін болсаңыздар, соған қатысты соответственно соған сізге тоже соответственно жауаптар беретін болады. Поэтому бізде максимально сұрақ қойғанда дым ұялмау керек, барынша сұрағыңызды нақтылаңыз, сұрағыңызды көбірек қойыңыз, сол кезде нәтижесі де сондай деңгейде керемет болатын болады. Жалпы базовый идеясы, базовый чат GPT-мен қалай жұмыс жасау керек, қалай біз максимально нәтиже аламыз чат GPT-ден, соған қатысты ақпараттарды сіздер түсіндіңіздер деген ниеттемін, ойдамын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, біздің әлеуметтік желілерімізге қойсаңыздар болады. Және бүгінгі сабақ дәл қазіргі осы чат GPT-ге арналған базовый сабақ бізде осымен тәмам. Бірақ бұл деген бүткіл жұмысын, яғни бүткіл чат GPT-ның жұмысының барлығы осы деген сөз емес. Бұдан басқа біз әлі тағы да көптеген жасанды интеллекттерге және осы чат GPT-ге өзіне тоже арнайлап тоқталатын боламыз алдағы сабақтарда. Поэтому бізге максимальный түрде бұл видеоларыңызды бөлісіп отырыңыздар таныстарыңызбен, және максимальный түрде бізге подписаться етуді ұмытпаңыздар. Асылжан Қалмен деген канал, осы каналға бізде подписаться деген батырманы басыңыздар, колокольчик қойып қойыңыздар, және уведомление деген қосып қойыңыздар. Бізде жаңа видео шыққан сайын әрқашан қалдырмай қарап отырыңыз, өйткені бізде максимально жасанды интеллектке қатысты пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз. Сол себепті барынша біздің және одан басқа ютубтан басқа бізде әлеуметтік желілеріміз бар, описанияға жазып кетеміз. Біздің инстаграмға және телеграм каналдарымызға тіркеліп алыңыздар. Сол жерде тоже жасанды интеллектке қатысты толық көптеген лайфхактармен бөлісетін боламыз, ақпараттармен бөлісетін боламыз. Міндетті түрде дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Ал келесі сабақта кездескенше.